Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі біздің видеомыз инвестиция туралы болады. Осы видеоны соңына дейін қарасаңыз, сіз қалтаңыздағы ақшаны қалай көбейту керек, және соны қалай сақтап қалу керек екенін үйренетін боласыз. Сол үшін кеттік ары қарай инвестиция деген не екенін енді айтатын боламыз. Бірінші, инвестиция деген өзі не екенін біліп алайық. Инвестор деген кім, инвестиция деген не, оны қалай жасайды, кім деген сияқты. Мысалы үшін инвестор деген кім? Біз көп адам ойлайды, инвестор деген ол бір үлкен аға, көке, астында машинесі бар, үлкен, көп ақшасы бар деп ойлайды. Негізі олай емес. Инвестор деген кәдімгі артық ақшасы бар қалтасында. Өзінің керегінен бөлек артық сақтап жүрген, жарата алмайтын бір көбірек ақшасы бар адам, ол инвестор болады. Көбірек болғандары бір 200-300 мың теңгеңіз болса да, мысалы үшін сіздің 100 мың теңгеңіз бар, өзіңіздің өмір сүруіңізден бөлек ай сайын сізден 100 мың теңге түсіп отырады. Жиналып жатыр. Оны қайда сақтағаныңызды білмейсіз. Банкке сақтайын десеңіз, банктың бәрі сенімсіз. Одан кейін ол жерде өте аз мөлшерде ғана қосып береді үстіне. Ол сізге жеткіліксіз. Дұрыс қой. Ал бір бизнес ашайын десеңіз, бизнес ашатын сізде білім жоқ. Оны банкрот болып қалады, одан айырылып қалам деп қорқасыз. Көп адамдарда осы проблема. Бүгін осы туралы айтамыз. Міне инвестор деген ол кез келген адам бола алады. Яғни артық ақшасы бар адам қалтасында. Ал инвестиция деген сіз өзіңіз бір бизнес жобаға, болмаса бір кез келген бір жобаға ақша құйсаңыз, сол ақша инвестиция болып есептеледі. Яғни сіз ол жерде сол проектіні, сол жоспарды, сол бизнес жоспардың сол бизнестің сіз бір мүшесі бола аласыз ол жерде. Болмаса сол бизнестің бір құрылтайшысы болып, жаңағыдай сол жерден бір дивиденд алып отыра аласыз, яғни ай сайын. Бірақ ол салған ақшаңызды сіз қайтарып алмайсыз. Сіз де рискқа кіресіз. Ол инвестицияның сол бизнестің жүріп кетуі, сол бизнестің тоқтап қалуына сіз де тәуекел етесіз. Яғни ол сіздің де бизнесіңіз болады. Сол үшін одан сіз сол бизнестің жартысын сатып алуды осы инвестиция деп атайды. Жартысын сатып аласыз. Ал енді кейбіреулер болады, ол жерде инвестицияны сатып алмайды біреулер. Просто так ақша салады, сосын айына алып отырады. Какой-то бір өздері келісімшарт бойынша бір уақытқа келіседі. Сол уақыттан кейін анау бұрынғы салған ақшасын қайтарып алады. Бұл кәдімгі депозит сияқты, бірақ бұл жерде үстіндегі пайдасы банктен қарағанда кішкене жоғары, бірақ жаңағыдай ай сайын алып отырады. Одан кейін ол түскен пайдаға байланысты қанша болады. Мысалы үшін сатылым түскен пайда аз болса, бұл да аз алады. Көп болса, бұл да көп болады. Яғни бұл жерде кәдімгі шариғи жолдан айтқанда өте адал осындай инвестиция болып есептелінеді. Ал банктерде өздеріңіз білесіздер, ол жерде тек қана сізге 5-10% беріп қояды, болды. Ол еще бір жылға. Ол енді өте аз болса да, ол негізі шариғи жолдан өте дұрыс емес болып есептелінеді. Одан кейін өте аз. Ол сіздің ақшаңыздың сақталуына көмектеспейді банктегі ақша. Банктегі ақша ол сіздің ақшаңызды сақтап тұрғанымен, ол бір жылда оның инфляция деген бар. Ақша өз құнын жоғалтуы. Өз құнын жоғалту одан да төмен болады. Көп адамдар осыны біледі, осыны түсінеді. Өздерінің бастарында сондай бір нәрсе бар, қалтада ақша тұрған кезде оны сақтауды ойлайды. Бірдеңкеге құйғысы келеді, бір магазин сатып алғысы келеді, бір үй сатып алғысы келеді, бір бизнеске неғысы келеді, біреулердің франшизасын сатып алады. Не үшін? Өйткені ақшаны тоқтатпау керек. Ақша жұмыс істеген кезде, бірдеңкеге салған кезде ғана ол көбейеді. Просто оны қалай салу керек екенін, неге салу керек екенін білу керек. Ал сіз білесіз бе, қазір Қазақстанда көп адамдар инвестиция жасайды. Ол кәдімгі қарапайым халық болсын, басқа бір мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтін кісілер болсын, олар да ақшаларын салып жатыр. Олар да инвестор болып жүр. Ол қалай дейсіз ғой? Олар кез келген бір шетелдің танымайтын бір Questra, Ақжол, Wave, Skyfi дейма, олшын неше түрлі шетелден келген компанияларға, еще олардың нақты тіркелгендерін, ол шынымен бар компания ма, жоқ компания ма, оны білмей тұрып, соған біздің қарапайым халық алданып қалып жатыр.
барлық адам кез келген өзінің қалтасына бар ақшасын салады. Олар бірінші басына ақша беріп отырады, үлкен сумма салған кезде олар сол ақшаның бәрін жинайдан кетіп қалады. Ол может дәл қазіргі күнде сізде болуыңыз мүмкін, болмаса әр отбасына бір адамнан сондайға ұрынғандар бар қазір. Ол жоқ емес. Дұрыс қой? Статистика бойынша әлемдегі 90% бизнес бір жылға жетпей жабылып қалады екен. Не үшін? Өйткені тәжірибе аз, енді ашылып жатқан компания ол жүріп кете ме, жүріп кетпей ме белгісіз. Ал бір жыл жұмыс істеп, одан кейін ары қарай жұмысын жалғастырып жатқан, ол уже сенімі жақсы, аяғына тік тұрған компания болып есептеледі. Мінекей біздің де Тендерлер компаниясы дәл солай бір жылдан асты жұмыс істеп жатқанына. Дәл қазіргі күнде өте көп, өте жақсы мамандарды жұмысқа алып, кеңсемізді үлкейтіп, өте жақсы жұмыс көрсетіп жатыр. 2019 жылдың маусым айынан бастап Тендерлер компаниясы Қазақстан бойынша 10-15-ке жуық инвестормен жұмыс жасады және оларға жақсы пайда түсірді. Сол себепті бізге қазір инвестиция жасаймын деген сұраныс өте көбейді. Адамдардың арасынан, таныстардың арасынан. Мінекей соған орай біз жақсы бір программа ойластырып қойдық. Яғни сіз сонымен оқып, презентациясымен танысып, келісімшартты оқып шығуыңызға болады. Мына номерге хабарласыңыз, біздің қыздар, колл-центрдің қыздар сіздерге хабарласып жауабын айтатын болады, және презентацияны жіберетін болады. 2020 жылы біздің ең үлкен мақсатымыздың бірі ол сіздің ақшаңызды көбейтетін сенімді компанияға айналу. Сол үшін бірге жұмыс жасайық.